Төлен Әбдік қазақ жазушысы, драматург, қоғам қайраткері, Қазақстан еңбек сіңірген қайраткері, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығының иегері. Төлен Әбдік 1942 жылы 4 қыркүйекте Қостанай облысы Заңгелді ауданында, Еңбек ауылында дүниеге келген. 1965 жылы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетін тәмамдады. 1965 жылы 70 жылдар аралығында Қазақстан пионері газетінде әдеби қызметкер болып жұмыс атқарды. 1977 жылы 79 жылдары Қазақ киностудиясында бас редактор болып жұмыс істеді. Төлен Әбдік 1942 жылдың 4 қыркүйегінде Қостанай облысы Жангелдин ауданы Еңбек ауылында туған. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері. 1965 жылы Қазақ ұлттық университетін бітірген. Шығармалары 1964 жылдан жариялана бастады. Көкжиек, күзгі жапырақ, ақиқат, айтылмаған ақиқат, әңгіме повестер жинақтарын, өлара, Ақшоқыда қыз қатты, Парасат майданы романдарын жариялады. Әңгіме повестері орыс тілінде Истина деген атпен шықты. Грек аңыздары Эллада ерлерін қазақ тіліне аударған.